Баршаға сәлем. Егер де сіз жасаған пиццаның қамыры ойыңыздан шықпай жүрген болса, міндетті түрде осы рецепт соңына дейін көріңіз. Тек қана қамыр емес, оған қосатын арнайы соус жайлы да мен көбісі біле бермейтін сырды айтатын боламын. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, ортасына осылай ойық жасап аламыз. Міндетті түрде електен өткізу керек ұнды. Барынша негізі бірінші сортты ұн болса өте жақсы. Кейіннен қызар жылы суға тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Тұз қамырда іртік-іртік болып қалмау керек, сондықтан барынша ертіп аламыз. Қамырға шекер қосамыз. Негізі барлық заттың мөлшерін описание қалдыратын боламын. Тура қылып жасасаңыздар өте керемет, жақсы болып шығады. Кейіннен үстіне ашытқы саламыз. Ашытқы құрғақ болса да, қатты болса да ол маңызды емес. Кейіннен міндетті түрде оливковый масло құямыз. Қыздар, ешқандай да сұйық маймен алмастыруға болмайды. Оливковый масло құйсаңыздар, сонда пиццаңыздың қамыры дәл ресторандағыдай шығады. Ең басты құпиясы осы оливковый масло болады. Кейіннен барлық жылы суымызды бірден құйып жіберіп, әдемі етіп қолмен қамырлеп, бетін жауып 40-45 минутқа қойып қоямыз. Негізі жарты сағат тұрса да жеткілікті. Қыздар, енді соусын дайындаймыз. Сол үшін бізге кәдімгі помидор қажет болады. Помидорларды дәл осылай етіп кесіп шығып, үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Мен бұл жерде 4 пиццаға арналған соус жасап жатырмын. Сіздер азырақ жасасаңыздар, кішкене азайтсаңыздар да болады. Қайнаған су батып тұратындай етіп құйып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минуттың ішінде помидордың сыртындағы бөлініп шығады. Пакеті соны алып тастап, жақсылап блендерден өткізіп дайындап аламыз. Енді соусындағыда ең басты құпиясы осы оливковый масло болады. Міндетті түрде оливковый маслоға қуырыңыздар, сонда дәл ресторандағыдай болып шығады пиццаларыңыз. Үстіне чеснок саламыз. Чеснокты барынша қуыру керек, қыздар. Өйткені чеснок қуырылмаса, жақсылап қуырылмаса, соустан тек қана чесноктың дәмі шығып қалатын болады. Жақсылап барынша қуыруға тырысыңыздар. Кейіннен үстіне жаңағы езіп қойған помидордың согын құямыз да жақсылап араластырамыз. Қыздар, менің арнамда күнделікті жасауға арналған өте керемет, оңай рецепттер бар. Сондықтан міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыз, және де қазақша каналдың дамуына үлес қоссаңыз, мен сіздерге өте риза болар едім, қыздар. Енді осы соусты құйғаннан кейін, бір қайнағаннан кейін үстіне қажетті приправаларымыз қосамыз. Мен бұл жерде паприка және орегано қостым. Кішкене тұз да қосасыздар. Негізі көп жерде ресторанда жасайтын пиццаның ең басты құпиясы соусындағы орегано деп айтып жатады. Сондықтан да міндетті түрде қосыңыздар, қыздар. Паприка қып-қызыл қылуға арналған тұзды өз мөлшеріңізбен қосасыздар. Қара бұрыш, қызыл бұрыш қосудың қажеті жоқ, қыздар. Барлығын қосып болғаннан кейін бір қайнатып 10 минут жай отта қайнатсаңыздар болғаны. Біздің соусымыз дайын, суытуға алып қойсақ болады. Бұл уақытта қамырымыз ашиды. Мен бұл жерде дәл бірдей етіп 4 бөлікке бөлемін. Барлық заттар менде 4 пиццаға арналған, қыздар. 4 дөңгелек етіп қойып, дөңгелектеп жайып домалақтап қоясыздар. Қыздар, қамырды дәл осы мен айтқандай етіп жасайтын болсаңыздар, сіздер қамырларыңыз қанша жұқа қылып жайсаңыздар да өте жұмсақ болып пісетін болады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де басқаша өздеріңіздің секреттеріңіз болса, комментарияда бөлісе кетіңіздер, қыздар. Мен начинкасын өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Мен ең қарапайым колбаса және де сырды қолдандым, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйіңіздегілерге ұнайтыны сөзсіз. Пиццаңыздың қамыры қалың болып кетіп жүрген болса, немесе қатты болып қалып жатқан болса, осы рецептпен міндетті түрде жасап көрулеріңізді ұсынамын, қыздар. Ас болсын. Каналға тіркеліп алыңыздар. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.